Ассалаумағалейкум, болашақ миллионерлер. Сіздермен мен Зе Құлымбет. Бүгін өзімді кішкене таныстыру, былай айтқанда таныстыру мақсатымда, дәл қазір мен қайда инвестиция жасап жатырмын, не себепті жасап жатырмын, сол біліммен бөліскім келеді. Уақытша достар, уақытша қазірше әлемтрейд темалары болмайды. Осы бір-екі аптаның ішінде, себебі мен санаторияда жатырмын и жанымда ноутбук жоқ. Сол себепті маған енді мүлдем әлемтрейдтің несі ыңғайсыз. Мен бұл теманы, мысалы, менің телеграмға тіркеліп отырсаңыздар, Зе Құлымбет блог деп астына ссылкасы бар. Төмен түсіп ссылкамен өтіп, мен телеграмға тіркеліп алыңыздар. Сол жақта, былай айтқанда ақпаратты ерте білесіздер да. Мен сол жақта ерте жазғанмын, уже Сарыағашқа келдім. Типа қазір үйде емеспін, Сарыағаштамын деген секілді. Сарыағаш деп кешірім сұраймын. Алтын Қарғалы, мен Сарыағаштан келіп тағы Алтын Қарғалыға кеткем, санаторияға. Сол себепті ақпаратты бірінші білгіңіз келсе, менің телеграм каналыма жазылып алыңыздар. Сол кезде бірінші білесіздер. Мен дәптерге жазып алдым өзім, себебі қазір шатаспау үшін и көп уақыт алмау үшін. Дәл қазір мен қайда инвестиция жасап жатырмын. Бірінші тема бұл қарапайым депозит. Мен мысалы бірнеше банкке депозитке шот жинаймын, ақша жинаймын. Әрине бұл жерде гарантия жоқ. Мысалы Астана банкті білесіздер, қалай оған жауап қалды. Сонда да мен сол себепті бір банкке бүкіл ақшамды салмаймын. Бүкіл ақшамды салмаймын, және мен ақшаларын бөліп қоямын. Бірінші мендегі инвестиция депозит теңге доллар. Мысалы Халық банкке айта салайын, қай жаққа салып жатырмын. Хоум банк кредит, Халық банк және Каспий. Вот үшеуіне мен депозит ашып, сол жақта ақша жинап жатырмын шетінен. Доход түседі, кішкене салық қоясың, доход түседі, салық қоясың, шетінен ай сайын сөйтіп жинап жатырмын. Вот бірінші инвестициям осы болып тұр. Екінші инвестиция менде қазір криптовалюта. Криптовалюта бұл жерде мен екі несі бар, екі былай айтқанда жолы бар. Бірінші жолын айтайын, бірінші жолы менде жай криптовалюта сатып алу. Мысалы соңғы кезде білесіздер, Илон Маск немесе тағы TikTok-тағы тренд не арқылы Dogecoin криптовалютасы жақсы көтеріліп жатыр. Енді көтеріледі, түседі, көтеріледі, бірақ соған қарағанда болашақта Dogecoin'нен бір несі бар, үлкен былай айтқанда не айтса болады, үлкен возможность көп, көтерілу тағы басқа возможность көп. Сол себепті мен алдағы уақытта Dogecoin тоже сатып аламын. Мен білмеймін қанша сатып аламын, бірақ 1000-2000 штук, может одан да көп сатып алатын шығармын Dogecoin'ді. Сөйтіп мен ай сайын тек қана Dogecoin емес, мен ай сайын осы криптовалюталар сатып алып отырамын. Эфириум, Zcash, биткоин, шетінен ақырындап 5000 теңге, 10.000 теңге дейін шетінен. То есть даже олар минусқа кеткен өзінде мен онда ешқандай былай айтқанда қатты запас шекпеймін. То есть бүкіл ақшаны бір неге салмаймын, өздеріңіз білесіздер, Бұл криптовалютаның бірінші проектісі. Одан кейін криптовалютаның екінші проектісі бұл енді видеода қараған шығарсыз, алдыңғы видеоларда. Бұл Bytex және тағы басқа. Тағы бір проект шықты, оған ақша жетпей отыр, өкінішке орай. Енді ол жайлы тағы проект жайлы сіздерге айтатын боламын. Бірақ ол проектті мен телеграмға салып қойдым, достар. Телеграмнан өтіп, ссылкамен регистрация жасап, телеграмнан ақпарат аласыз. Сол себепті телеграм каналыма тіркеліп отырыңыздар. Сол Bytexті білесіздер. Bytexке бұл криптовалютаның екінші проектісі. Bytexке инвестиция жасап жатырмын. Қазір пассивный доход алып жатырмын. Уже екінші айдың доходын аламын, құдай қаласа. И болашақта тағы осындай проекттерді іздеп отырамын тоже. Іздеп, сұрастырып, мысалы кураторлармен қарап сұрастырып, енді оларда көптеген видеолар шығарды, солардың арасынан тоже іріктеп отырамын. Так, одан кейін фондовый рынок. Қазір енді білесіздер, мен фондовый рынокқа инвестиция жасап жатырмын. Әрине Қазақстанның несінен бастап отыр, мен бірінші кейстан, трейдернеттен, Freedom Finance-тан счет ашып, осы акцияларды сатып алып жатырмын. И алдыңғы бір сұрақтар болған, типа мобильдік приложение арқылы трейдернеттен акция сатып алса бола ма деп. Вот как раз болады. Телефон арқылы ақша толтырып, Freedom Finance-ның счетін толтыра аласыз телефон арқылы, мобильдік приложениесі арқылы, трейдернет арқылы. И акция сатып аласыз, акцияны сата аласыз. Айтқанда компьютердің қажеті жоқ. Там не істеу үшін, просто сіз болашаққа 10 жылдыққа жоспар жасаңыз болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Так, бұл мен фондовый рынокқа жасап жатырмын. Енді дәл қазір мен Кегок, Халық банк и Қазтрансойлдың акциясы бар. 3 акция осы. Так, одан кейін бинарный опцион. Енді бинарный опцион бұл инвестиция деп айту қиын, бірақ сонда да мен қазір былай айта салайын. Бинарный опционға мен просто бір рет саласың. Мысалы мен уже бір ай бұрын салғам.
750 рубль. Қазір 1100 болды. 1100. Енді қалай айтсам болады, типа депозит сияқты да айтсақ болады. Мен қазір нақты бір активно жасап жатқан жоқпын. Болашақта может уже крупный суммамен салып, может крупный ақша таба бастаймын. Бәрі уақытша, только уақыт өте келе уже сіздерге айтатын боламын. Бұл бинарный опцион. Так, бұл қателеспесем 5-ші ау деймін. Так, одан кейін стартап компания. Мен білесіздер, тоже видеода айтқан болатынмын. Бір стартап компанияға ақша салғанмын. Онша көп емес, бір 40-50 мың шамасында. Тоже ол мобильдік приложениемен алсады, G-Forum деп аталады. Азамат деген бала. Вот соның несіне инвестиция жасап, сол қазір долларға отырған кезде ол жақ кішкене бір не болды. Долларды өзгертіп, анау енді ол жағы, бірақ енді бұл жақта мен мысалы теңге жинаймын и тоже осындай стартап компаниялар шығып жатса, тоже инвестиция саламын. Так, бұл стартап компания. Және де жетіншісі Жилстрой Сбербанк. Жетіншісі ау деймін, иә. Жетіншісі Жилстрой Сбербанк. Жилстрой Сбербанкты бәріміз білетін шығармыз. Қарапайым үйге ақша жинау. Мен тоже ай сайын салып отырамын. Және де болашақта үйлі болу үшін да ОП деген сияқты, мысалы дәулеттен деген мысалы курсын алдым, мобильдік приложениясында. Соны кішкене оқып, үйреніп, ОП деген не, анау деген не деген секілді сұрақтар уже кішкене біле бастадым. И қазір ай сайын тоже ақша салып жатырмын. И бұл жақта достар, сіздерге қазір сұрақ туындауы мүмкін. Абзал типа осында 7 проект бәріне қалай жасап жатсың депші. Және де бұның бәріне қанша ақша керек деген секілді. Бұның бәрі достар, ондай көп ақша керек жоқ достар, шын айтайын. Ең басты желание, егер мүлдем ақшаларыңыз болмаса, біреуден бастаған дұрыс, мысалы, қолыңызға артық бір таза табыс түсті ма, 2-3 мың теңгесін алыңыз да Жилстройға салып қойыңыз, немесе 2-3 мың теңгені алыңыз да криптовалюта салып қойыңыз. Сөйтіп ақырындап басталады. 2-3 мың теңгеден, 3-4 мың теңгеден бастап, біріншісіне салыңыз, екіншісіне салыңыз, сөйтіп бастағандарыңыз жөн. Сразу бәріне былай пытырлап салудың да қажеті жоқ. Сол себепті осындай тема. Сөйтіп мен қазір өзімнің осы проектілерімді айттым. Дәл қазір мен осындай проекттерге инвестиция жасап жатырмын. Болашақта қосымша проекттер шығып жатса, тоже видео түсіретін боламын. Және мен достар, Telegram каналыма тіркеліп отырыңыздар. Мен қазір осы санаторияның ішінде бөлмеде түсіріп жатырмын. Қазір адам шығып кетті, адам шыққасын осы уақытты қолданып сіздерге түсіріп жатырмын. Егер видео пайдалы болса, лайктарыңызды басып, комментарияға сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар, каналға тіркеліп отырыңыздар, комментарияға ұялмай жаза беріңіздер, кез келген сұрақты барлығын жауап аласыздар. Әрине мен көбінесе қазір Телеграмды ақырындап дамытып жатырмын, көп информация салып жатырмын, ол жаққа отчет салып жатырмын Телеграмға. Сол себепті мен Телеграм каналыма тіркеліп отырыңыздар. Сіздер болған зия қымбет, келесі жүздескенше.